Түнгі сағат 11 шамасында жас жігіт тропикалық мемлекеттегі демалысынан үйіне оралды. Және сол мемлекеттен ол ағасына бірнеше сыйлықтар әкелді. Сөйтіп заттарын шығарып жатып, бір затты ұмытып кеткенін байқайды. Сөйтсе қолға тағатын сағаты жоқ екен. Сондықтан ол зат салғыш сөмкесін ақтара бастайды. Кенет сөмкенің ішінен шыбынға ұқсас ұшатын жәндік шыға келді. Шыбын ызыңдап мазаны алған соң, жігіт шыбынның артынан қуалай жөнелді. Бірақ ол ұшатын жәндікті өлтіре алмады. Сондықтан қолын бір сілтеп, қайтадан заттарын жинастыра бастады. Кенеттен әлгі шыбын жігіттің мойнына ұшып келеді де, жігітті тістеп алады. Жігіт бірден қолдарын өз мойнына бағыттады. Және қолына қарап, әлгі шыбынды ақыры өлтіргенін байқайды. Сөйтіп ол ұйықтап қалды. Бірақ түнгі 3 шамасында оның кеудесі қатты қышып жатқандықтан оянып кетеді. Сөйтіп айнаға қараса, оның кеудесінде қып-қызыл бөртпелер пайда болыпты. Жігіт бірақ бұл туралы қатты алаңдамай, үлкен қателік жасады. Негізі осыдан кейін бірден дәрігерге жүгінгенде, енді бәрі кеш. Ұйықтар алдында жігіт айнаға тағы бір қарамақ болады. Және денесінде кішкентай тесіктер пайда болғанын көреді. Жігіт қатты шошып кетті. Және ол тесіктер әр секунд сайын үлкейіп жатқандай. Ең сұмдығы, бұл тесіктердің ішінен бір тіршілік иелері шығып келе жатыр. Сөйтсе олар ұшатын жәндіктер екен. Кейін қызыл бөртпелер оның қолдарынан шыға бастады. Яғни жігіттің қолы да үлкен тесіктерге айналады. Тез өтініш, маған дәрігерлердің көмегі керек. Сөйтіп дәрігерлер жігіттің үйіне келген сәтте мына сұмдық көрініске тап болды. Зертханада қызмет атқаратын жап-жас ғалым. Оның жасы небәрі 25-те болса да, ол зертханада бас ғалым болып жұмыс істеп жатыр. Ал оның қасындағы ақ киімді дәрігер, жас ғалымның көмекшісі. Оның жасы 55-те, және ол жас жігіттің бас ғалым болғанына қызғанышпен қарайды. Себебі жас жігіт әрқашан бір қадам алда жүреді. Сөйтіп жұмыстан шыққаннан кейін, жігіт үйіне қайтып бара жатып, оның қасына бір түрлі шал жақындады. Қазір күтші тұтатып алайын, сосын берем ақшаңды. Маған сенің ақшаң қажет емес, одан да маған бір тілегіңді айт. Бірақ өлгеннен кейін сенің жаның менікі болады. Бір тілек дейсің бе? Сен не сонда аяз атасың ба? Жігіт шалдың айтқанын шынайы қабылдамады. Сондықтан өтірік айта салды. Онда мені әлемдегі ең ақылды адамға айналдыршы. Арада бірнеше күндер өткеннен кейін, жігіт өзінде бірдеңе дұрыс емес екенін байқайды. Сөйтсе оның басы үлкейіп жатыр екен. Ал келесі күні жігіт тіпті жұмысына бара алмады. Себебі оның басы соншалықты түрде үлкейіп кеткен.
Ол тіпті адамдардың көзіне көрінуге қатты ұялатын болды. Және ең сұмдығы, оның тек миы ғана үлкейіп жатқан секілді. Яғни оның миы үлкейіп, жарылып кетуі мүмкін. Егер де жарылатын болса, сіздер білесіздер не болатынын. Жасөспірім балақай өте қатты танымал адам болғысы келді. Сондықтан әлеуметтік желіге қысқа бейнелерді жүктей бастады. Анасы болса баласының телефоннан көз алмайтынына қатты қынжылатын. Сөйтіп бір күні жас бала үйдің шатырына шығып, тағы да қысқа бейнелерді түсіре бастады. Кейін қайдан пайда болғаны белгісіз. Ескі киім киген шал баланың қасына жақындады. Ей балақай, мен сенің не армандайтыныңды білемін. Қане маған сол тілегіңді дауыстап айт. Тілегің әп сәтте орындалады. Шынымен бе? Жас бала қатты танымал болғысы келгені соншалық. Ол сиқыршы шалға сеніп қалды. Жақсы, онда мен танымал адам болғым келеді. Ал шал болса баланың айтқан тілегінен соң қатты күле бастады. Сонымен жасөспірім тағы бір бейнені түсіргісі келіп, кенет аяғы тайып кетеді де, 7-ші қабаттан құлап кетеді. Тіпті оның құлаған көрінісін камерасы жазып алып, әлеуметтік желіге жүктеліп кетеді. Солай оқиға орнына дәрігерлер келді. Ал әлгі бейне тым көп қаралым жинап, жасөспірім бүкіл әлемге танымал болып кетті. Күндердің бірінде ақшаға қатты құмар, сараң адам өмір сүрді. Ол соңғы тиынына дейін жинайтын болды. Бір күні көшеде сараң адам кетіп бара жатып, оның қасына бейтаныс шал жақындады. Ей, өміріңді ақшаға айырбастауға дайынсың ба? Меніңше сен қазірдің өзінде дайын секілдісің. Маған бір тілегіңді айт, бірақ жаның менікі болады. Еш мәселе жоқ, маған көбірек ақша болса болғаны. Ал жанның керек шамалы. Шал сараң адамның сөзін естігеннен кейін қатты күле бастады. Түнде ол ақша құмар адам үйіне орала алмады. Себебі ол ақшаның үстінде көміліп қалған еді. Енді ол әлемдегі ең бай адамға айналды. Оның қалаған арманы орындалды, бірақ ол көп ұзамай аштан өледі. 10-шы сыныпта оқитын Айжамал есімді оқушы қыз мектептен шығып үйіне қайтып бара жатыр. Және оның көңіл-күйі мүлдем болмады. Себебі ол адамдардан қатты жалығып кетті. Тіпті оны ешкім мазаламайтын жерге кетіп қалғысы келді. Сөйтіп Айжамалдың сыныптасы оның алдынан шықты. Сәлем Айжамал, маған өз телефоныңды бере аласың ба? Досыма қоңырау шалып алайын деп едім. Бірақ Айжамал сыныптасын мүлдем елемеді. Сөйтіп жауап берместен кетіп қалды. Оған не болған өзі? Айжамалдың адамдарға деген реніші қашан басылады? Оның реніштері уақытша ма? Әлде ол маңызды шешім қабылдай ма? Менің ешкім мазамды алмаса керемет болатын еді. Сыныптастарым да, мұғалімдер де, ата-анамды жалықтырып жіберді. Кенет қыздың есігінің бөлмесін анасы қаға бастады. Қызым, маған үйді жинауға көмектесші. Жоқ, мен сабақтарымды оқып жатырмын. Сөйтіп қыз ашуланған күйде ұйықтап қалды. Келесі күні Айжамал мектепке кетіп бара жатыр, және оның ашу-ызасы әлі басылмады. Кенет оның алдынан үрейлі күлімдеген шал шықты. Бір тілегіңді орындаймын, тек маған жаныңды берсең болғаны. Тыныштықта өмір сүрейінші, өтініш, мені ешкім мазаламасын. Шал болса қыздың айтқан соңғы сөзін естіп, қатты күле бастады. Кезекті рет алдынан шыққан жынды, неге ол күлімдеп жатыр? Сөйтіп мектепте қыз сабақтардан қатты жалыққаны соншалық,
Оның көздері ілініп, ұйықтай бастады. Кенет ол қатты тоңып жатқаннан оянып кетті.